Құрметті менің оқырмандарым, бүгін мен сіздерге Алтынай Аманның «Өтінем әке» әңгімесін оқып беремін. Әңгімені тыңдап, соңында комментарийге ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Көршінің балаларымен көшеде ойнап жүргенбіз. Ар жақтан әкемнің маған қарай тез қадам басып, жеделдетіп келе жатқанын байқадым да сол орнымда сасып тұрып қалдым. Себебі әкемнің жылдам қадамы мен түсіңкі қабағы менің зәремді алып, құтымды қашыратын. Әрине, бәрінің де өз себебі бар. Әкем бойлы, денелі, өте мықты кісі болатын. Шапалақпен бір қойғанның өзі азу түсіңді ұшырып жібереді. Оның зілді қадамдарынан жерге тізген асықтарым аспанға көтерілгендей болды. Ал сұсты жанары жанымды сонау қашықтықтан ақ шығаруға дайын болғандай. Қазір ол мені ұрады. Содан соң жазалайды. Осы сөздер ғана болды ойымда. Ол бала болып жаралсам да, бойымдағы күшімнің қайда кетіп қалғанын білмеймін. Оның үстіне ол кезде жасым небәрі 6-да. Жақындаған сайын жүрегім алып ұшып, жанымды қоярға жер табалар емеспін. Өткір денем дірілдегені соншалық, кеудемдегі жүрегім бірде жоғарыға, бірде төменге түсіп бара жатқандай сезілді. Көздерімнен мөлтілдеп жас та тамшылауда. Жақындады, мүләйімсіп, еріндерімді шүртитіп, бет жүзіме қарағаным сол еді. Сол жақ белегімен жұлқып ұстап, өзімен бірге кері қарай сүйрей жөнелді. Табандарым жерге тиместен, өз аяқтарыма өзім шалынып, сүйретіліп келем. Тіземді жерге тырнадым. Ол бірақ жүрегімнің ауырғанының қасында түк те емес екен. Аңырап жылағанымда аңқау балалар аңғарып та тұрған жоқ. Ой, өзінің әкесі ғой, өлтіреді дейсің бе, деген шығар. Бірақ дәл сол өзімнің әкемнің мені өлтіретінін менен басқа ешкім білген жоқ. Жол бойы жақ ашпады. Тек қолымды қатты қысып жібергені болмаса. Үйге жақындағанда басын маған қарай бұрды әйтеуір. Жасыңды сүрт, сүмелек. Сені де менің ұлым дейді ау. Сорлы бейшара. Шешең жылағаныңды біліп қойса, өлген жерің сол дей бер. Деді де шылаушында тұрған тастай суды төбемнен төгіп жіберді. Үйге кірсем, анам ас үйде жүр екен. Көзіне көрінбей, бірден бөлмеме тайып тұрдым. Әкем айтпаса да, анамның алдында жігіт басымен жылағым келмейді. Анам өте ақ көңіл адам. Сонымен бірге жүргеніне түгі бар шығар. Мынандай қатыгезге әйел болып жүрген. Қанша жерден түгі болса да, көп сәттерде жылап қалатындығын көріп қалам. Барынша білдіртпейді. Десе де, барып өзімнің жаным жаралы болса да, анамды жұбатып қоямын. Анам кейде түнгісіменге жұмысқа шығады. Өзі дәрігер. Басында жұмысы әкеме ұнамай, талай рет үйде айқай болған. Әкем өте мазасыз, қызғаншақ адам. Біздің түзде жүргеніміз оған ешқашан ұнаған емес. Сондықтан үнемі үйге жетектеп алып келіп, қамап қоятын. Үй түрме сияқты. Ал біз сотталушы. Түнгісіменге анам кеткенде нағыз түрменің көрінісі басталатын. Далада бірге ойнайтын достарыма әкемді жамандаған емеспін. Бірақ денемнің көгерген жерлерін көріп қалып шошитын. Одан басқа не істесін? Бәріміз де ол кезде мақауларымыз. Бүгін үйде әкем екеуміз қаламыз. Анамды жұмысқа жібергім келмей тұрған ай. Сөмкелерін асынып, тоңазытқышқа бізге дайындаған тамақтарды қойып, жұмысына кетті.
Әкемнің сұсты, сұп-сұр көздері құдды маған тесіліп қарап тұрған секілді көрінді. Анамның артынан есікті құлыптап жатқаным сол еді, арқа тұсымнан қамшымен қойып қалды. Шыр еткенімді анам естімесін деп шыдап ақ тұрдым. Тізерлеп отырып, мені өзіне қаратып алды да, маған сен сияқты сілімтікті ұл етпеу керек еді. Менің ұлым батыр болу керек еді. Сенің болғаныңнан болмағаны, дым пайдаң жоқ, сорлысың, деді де төбемде ілініп тұрған киім ілгішті жұлып алып, басымнан ұрып жіберді. Өзімді өлдім деп ойладым. Таңға жоқ есімді жиып, көздерімді әлсін ашсам, сол жатқан жерде жатыр екем. Басымның ауырғанын айтып жеткізу мүмкін емес. Айнаға қарап, өзімді танымай қалдым. Мынандай түрімді көрсе, анамның жүрегі тоқтап қалар дедім де, бөлмемді құлыптап алдым. Өзімді солай қамауға алдым. Сол бір бейшара, шарасыз кездерім ай. Анам есіктің тұсына тамақтанып ал деп қалдырып жүрді. Мен тек түнде ғана тамақтанып жүрдім. Ол кісі мені ойлап азып тозып кетті. Әкемнен де біраз мен үшін таяқ жеді. Солай өмір өтіп жатты. Бірде есік аузына анам келіп, балам, сені ауылға ата-әжеңе жіберейін, шыға ғой. Әкең ұйықтап жатыр. Тездетіп шыға ғой, көлік күтіп тұр, деді. Осы сәтте қалай жылағанымды білсеңіздер ғой. Алып ұшып шығып, анамды бас салып құшақтай бастадым. Жаным ау, байғұс балам, жалғызым ау, деп анам мені көтеріп алып, жылап келеді. Көлікке отырғызып, жүргізушісімен сөйлесіп бола сала, құлыным, сен сонда бол, сені келіп алып кетем. Әкеңмен өзім сөйлесем, ол негізі жақсы адам, тәртіпті бала болып жүр, жарай ма? Деп маңдайымнан сүйді. Қимай, қатты құшақтап алып, жолға шықтым. Жол бойы әкемнің барлық қиянаттары менің көз алдыма тырнадай тізілді. Көңілім босап, жылай бердім. Жүргізуші көке, қой, балам, сен жігітсің ғой. Жетімдер үйіне бара жатқаның жоқ. Құдайға шүкір, жасыңды сүрте ғой, қанекей, деп жылы қабақ танытып, басымнан сипалап, арқамнан қағып қояды. Ер адамдардың қамқорлығы мен үшін таңсық нәрсе болса да, мына бір жүзі жылы көкені көріп, менің де әкем осындай болғанда ғой, деп арманға беріліп кетіппін. Сонымен жасымды сүртіп, көкеммен сөйлесіп, жол қысқарттық. Әне міне дегенше ауылдың маңына да кірдік. Әжем байғұс анау алыстан көріп, ентігіп жүгіріп келеді. Артынан атам ілесіп, екеуі де жыларман. Мен бұл қариялардың жалғыз шөбересімін. Бауырына басып, осы бір бақытты сәттен бастап, осы алтын басты қарттардың балаларына айналдым. Мұндағы өмірім ертеге ұқсасты. Ешкім отырсам опақ, тұрсам сопақ етіп жатқан жоқ. Көңілімдегі алаңда сейіліп, бақыттың дәмін татудамын. Арада біраз жылдар өтті. Мен білімгермін. Анамның мені сол күйе алып кетпейтінін. Тым болмаса бір рет болса да мені көруге келмегенін. Атамнан айырылып қалғанымды айтпасам, бұлай өмірге айтар өкпем жоқ. Айтпақшы, мен бір сұлу қызға ғашық болып қалған ем. Соны әжеме айтқанымда, таныстыр деді. Құр босқа жүре бермей, отау құр айналайын, деп дайындыққа көше бастадық. Кешқұрым әжем анама хабарласып, қуанышты жағдаймен бөліспекші болып, нөмірін терген еді. Телефонын күйеу баласы көтерді, яғни әкем. Баламей, Балзияның өзіне берш тұтқаны, дегені сол еді, тастай салды. Оған әжем алаңдап,
жүрегі қысылып, көз алдыма құлап қала жаздады. Қызымнан хабарластырмады-ау, иттің баласы. Қаншама жыл өтті, әкесі де жалғыз қызын сағына-сағына ақыры ақтық сапарына кетті. Өзі аман есен бе еді? Құлыншағым-ау, мен не істей алам? Балам, сен барып халін біліп қайтшы. Содан соң әжем үндемей қалды. Әже деп жұлқылап жатырмын. Суда шашып жатырмын. Жауап жоқ. Бірден жедел жәрдемге хабарластым. Алып кетті. Осымен бір аптада екінші рет үлкен инфаркт алуы. Қызының хабар алып келгенімше, аман есен болса екен. Көп ойдың үстінде жолда өткердім. Сонау ауылға жылап келген бала кейпімді еріксіз еске алдым. Қазір ер жеткен жігітпін. Күні кеше ғана үйленетін болдым деп, қуанышыма су сепкендей басылғанын айтам. Анамды ертіп, ауылға келсем әжем де сауығар. Екеуі де болашақ келіндермен әлі-ақ таныстырам деп өзімді жігерлендіріп келем. Арғы тұстан үйдің де төбесі көрінеді. Ауласына кірместен көше бойында үйге қарап аузым аңқиып тұрып қалыппын. Үйдің жаны жоқ секілді, сезінеді. Осындай кешкі уақытқа барлық бөлмелердің жарығы жанып тұрушы еді. Үйдің түсі, түрі мен реңі ұнамай тұр. Үйде не ешкім жоқ па еді? Ауласына аяқ басқаным сол еді, үйдің есігі ашылды. Ол жақтан әкем шықты. Құдды мені күтіп тұрғандай. Келдің бе? Қашанғы әкеңмен көріспей жүрем деп ойладың? Кір үйге, деп бұйрықпен бұрылып үйге кіріп бара жатыр екен. Мен сені көру үшін келген жоқ. Анам қайда? Неге ата-әжеммен сөйлестірмей қойдың? Деп едім, жалт бұрылды. Қос қабағы тас төбесінде ентелеп жақындап келді де, шешеңді алаңдасаң, қазір емес, сол кезде-ақ келуің керек еді. Анаң үйде. Қайда кетіп қалдың дейсің бе? Кір үйге, деп күлді де үйге кіріп кетті. Мен оны ұрып жіберуге дайын тұрғандай болдым. Әжемнің жүрегі ауырған үшін, атамның қызын сағынып, қайғы жұтып өлгені үшін, менің өмірімді құртқан балалық шағым үшін, алайда мен дәл мына адам сияқты қатыгез болғым келмейді. Өзгелерге әке үлгі шығар, бірақ маған үлгінің кері көрінісі болды. Үйге кірдім. Көңірсіген жағымсыз иіс мұрныма бірден келді. Тездетіп жататын бөлмеге бара жатыр ем, әкем алдымнан шығып қалып, сен алдымен менен рұқсат алуың керек, деді. Анамды көруім үшін сенен неге рұқсат алуым керек? Жолдан тұр, деп шетке иығынан ұстап, әлсін итеріп жедім. Қолымнан шап берді. Оны айтпайым. Үйленейін деп жүргеніңді біздің де құлағымыз жетті. Алдымен менен рұқсат алып, менің ақ батамды алуың керек, деп қарқылдап күлді. Ей, кетшей, деп есікті ашып қалғаным сол еді, әлгім жағымсыз иіс тағы мұңқ ете қалды. Бұл жолы тіпті көбірек. Күлкісіне шыдау мүмкін болмады. Тым болмаса анамның мәйітін сыйламады. Қан жоса болған түрімен әкемдегі темірді суырып алып, өзімнің жүрек тұсыма тығып алдым. Теріс батаң орындалды, әке. Жек көрем сені. Кетсе де өмірімнің күл талқанын шығарып кеткені мені қатты таңғалдырған жоқ. Деп әкемнің күлкісін мен де салдым да дүрс етіп құладым. Әкемізге бәрібір ұқсап кетеді екен бұзау. Бұл жігіт үйленген күнде де әкесінің жауыздығын өз жарына қайталайтын еді. Себебі бұл жігіттің психологиясы сынған, көз алдында махаббат деген көрініс болған жоқ.
үнемі айқай, үнемі қол көтеру, зорлық, зомбылық, ол осымен өсті. Бәрі осылай біткені де дұрыс деп жатқаным жоқ. Тек мынаны оқыңыздар. Өзінің сүйіктісімен бір күні саябақта қыдырып жүргенде қыз құлап, тізесін жарақаттап алады. Кейіпкер жігіт сырт көздерге жалтақтап, жарасын байлап, жаны ашыған кейіп танытқанымен, іштей ол рахаттанып тұрды. Аққан қанға, жасқа кезекпе-кезек қарап ләззат алды. Осы бір сәттің бітпегенін қалады. Айтайын дегенім, сау болып көрінгендердің бәрі сау емес, жынды болып көрінгеннің бәрі жынды емес. Ойларыңызға аса қатты мән беріңіздер. Біреудің жаны мен дене жарасы, қайғы мұңы сізге қандай сезім алып келеді? Егер дәл бүгінгі кейіптер секілді ойлаған болсаңыз, тым болмаса біреудің бақытсыздығы ұнаған болса, онда басыңызды емдеңіз. Жүрегіңізді кейіннен ақ емдеп аларсыз. Кешірім болмай, мейірім жоқ. Қорқыныш сенің жауың.